Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін жаратылыстану пәнінен электр тогы қалай пайда болады тақырыбындағы жаңа тақырыппен танысатын боламыз. Электр тогының қалай пайда болғанын білгілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Әрине, біз сабақты түсіну үшін өз алдымызға мақсат қоямыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты электр энергиясы көздерін анықтау, ақпарат көзінің түрлерін анықтау, экспериментті жоспарлау және жүргізу. Электр тоғы дегеніміз не, ол қалай алынатынын түсіну болып табылады. Ақпаратқа назар аударайық. Адамдар бұрынғы заманның өзінде кіріптасты құрғақ шүберекпен үйкегенде оның басқа ұсақ заттарды өзіне тартатын қасиетін байқаған. Мұндай құбылысты денелердің электрлендірілуі деп атайды. Бұл құбылыс электр тогын ашуға себеп болды. Есімізде сақтаймыз. Оқулықта берілген бірінші, екінші, үшінші суретке қарайтын болсақ, тарақ пен шашты үйкеу арқылы электр тогын алу экспериментін көрсеткен. Бұны үй жағдайында жасап көріңіздер. Сонымен қатар осыған ұқсас қандай құбылыстағы да жасауға болады, мысал келтіруге болады. Электр сөзі гректің электрон сөзінен шыққан, ол грек тілінен аударғанда янтар, яғни кіріптас деген мағынаны білдіреді екен. Электр тогын қай уақыттан бастап адамдар зерттеген, оның тарихына үңілу үшін біздің оқулығымызда тағы да тапсырма берілген. Ол тапсырмада электр тогының пайда болуындағы цифрларды өсу ретімен жазамыз. Ол бойынша берілген зерттеулерді оқып, үстіне тағы да қосу қажет болатын болса, тағы да ақпараттар сіздерге қосуды ұсынамын. Енді осы суреттерге қарай отырып, электр тогы қалай пайда болды, ол туралы сіздердің назарларыңызға видео ұсынамын. Сол видео арқылы білімдеріңізді одан әрі жетілдіресіздер деп ойлаймын. Электр табиғи не адам қолымен жасалатын заряд ағыны. Ол қауіпті болуы мүмкін. Сөйте тұра өте пайдалы. Электр атомдық деңгейде пайда болады. Протондардың заряды оң, ал электрондардың заряды теріс. Жалпы электр тек электрондардан тұрады. Электр өткізгішіндегі протондар атом ядросында шоғырланады, ал электрондар еркін қозғалады. Олардың зарядтары бірдей болғандықтан, электрондар бір-бірін кері итереді. Бір электрон қозғалғанда, көршілес орналасқан электрондарды кері итереді. Олар да өз кезегінде басқаларын кері итереді. Электрондар ағынының осы қозғалысы электр тізбегі деп аталады. Электрондар электр тоғын тудыру үшін өткізгіш материал қажет. Мысалы болады: алюминий, алтын және темір. Электрондар өткізгіш бойымен оңай қозғалады. Электрондардың осындай ағыны электр тоғы деп аталады. Электрондардың кез келген нүктедегі энергиясының шамасы кернеу деп аталады. Итеру күші потенциалдар айырымы деп аталады. Бұл екі нүкте арасындағы кернеудің айырымы. Электрон ағынының жылдамдығын ток күші дейміз. Ол ампермен өлшенеді. Протондар мен электрондар резеңке секілді изоляторлық материалда еркін қозғалады. Сондықтан, онда электр тоғының ағыны болмайды. Электр тоғын әртүрлі әдістермен алуға болады. Көп мөлшерде алу үшін электр станциялары керек. Ал шағын мөлшерін батареялар бере алады.
Біз бүгінгі әлемді қамтамасыз етуге жеткілікті электр энергиясын өндіріп, оны түрлендіре аламыз. Бұл адамзат жетістіктерінің бірі. Келесі тапсырмаға назар аударатын болсақ, заттарды қандай әдістермен электрлендіруге болады, осы бойынша өз ойымызды айтамыз және қауіпсіздік шарасы туралы келесі видеоны назарларыңызға ұсынатын боламын. Әрине, электр тоғы бұл өте бір таңғажайып құбылыс, оны әлі де болса зерттеп жатыр. Яғни электр тоғын пайдаланғанда біз әрқашан қауіпсіздік ережесін сақтау керек екенін есімізден шығармауға тиістіміз. Назарларыңызға видеоны ұсынамын. Егер де адам электр тізбегінің бір бөлігіне айналатын болса, электр тоғы оның өміріне қауіпті болуы мүмкін. Бұл жағдай орын алғанда ток адам денесі арқылы өтіп адамды электр тоғы соғады. Біз ток соғудан екі түрлі жолмен қорғана аламыз. Ток өткізбейтін материалдардан физикалық кедергі жасау арқылы денемізді оқшаулап, электр тізбегінің бір бөлігіне айналмауымызға болады. Электршілер токтың қол бойымен өтуінен сақтану үшін арнайы резеңке қолғаптар киеді. Электр тоғы жерге жету үшін әрқашан кедергісі аз жол іздейді. Кедергісі аз болатын балама жолдар жасау арқылы электр тоғының өтуін бақылауға болады. Жайтартқыштар осы қағидамен жұмыс істейді. Олар жоғары өткізгіштік арқылы найзағай тоғын жерге еш кедергісіз өткізеді. Сол арқылы найзағай ғимараттарға тимей, ішіндегі адамдардың аман қалуына мүмкіндік береді. Электр тоғының соғуынан сақтану үшін күнделікті қолданыстағы электр құралдарында оқшаулау және кедергі қағидалары қолданылады. Құрылғы сымдарын қауіпсіздендіру үшін олар әрқашан оқшаулағыш материалмен қапталады. Егер де сымдар толығымен қапталмаса, қаптама сырты өте қауіпті болуы мүмкін. Осындай жағдай орын алғанда, жеріме сымы деп аталатын сым розетка арқылы қаптама мен жер арасында кедергісі аз тікелей жолды қамтамасыз етеді. Осы жол бойымен күшті электр тоғы өткен кезде, құрылғының сақтандырғышы істен шығып, тізбек бұзылады. Осылайша, сіздің өміріңізге төнген қауіп сейіледі. Оқушылар, сіздерге тіл алғышшыларды жасауды ұсынамын. Ол үшін олжанды қағаздан жасап, электр тоғының көмегімен қалай қозғауға болатынын түсіндіресіздер. Кері байланыс SMS арқылы сіздерге ұсынып отырмын. Сіздер маған бүгінгі сабақ бойынша өте жақсы түсіндім, немесе мен сабақты жақсы түсіндім, немесе әрде сұрақтарым бар деген хабарландыру қалсаңыздар болады. Сіздердің назарларыңызға, менімен бірге сабақта болғандарыңызға алғысым шексіз. Аман болыңыздар.